Қайырлы күн достар. Бүгін біз хворост пісіретін боламыз. Оған 2 жылток, 2 жұмыртқа, 80 грамм шекер, шым-шым тұз, 200-300 грамм ұн керек болады. Барлығын араластырып, қатты қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болғасын, целлофанға салып, жарты сағатқа демалуға қоямыз. Қамырымызды жұп-жұқа қылып жайып алып, ені 5 сантиметрдей болатындай етіп кесіп аламыз. Кейін осындай ағаш палочкамен орап пісіріп алатын боламыз. Майымызды ыдыстың осылай жартысындай келетіндей қылып құйып аламыз. Әбден қыздырып барып пісіреміз. Майды көп құйсаңыздар, ол көбіктеніп тасып кетеді. Так, а Макина пишет уже, да? Мам? Да, мамасы пісірді. Мама уже шоколадты. Сейчас біз жейміз. Саня, мамамен. Видео түсіріп болғанды күтесің, е? Молодец будет, да? Да. Ты съешь, ты такой, ой, не буду есть, да? Сейчас жегім келіп тұр ма? Майың ішінде жеп жатты. Дайын болған хворостымыздың үстіне пудра сеуіп, қызым айтқандай шай ішеміз. Егер рецепт ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.